Дәл қазіргі кезде жасап қоятын осылай салаттың бірі күзгі уақытта өте дәмді, кез келген тамақпен үйлеседі. Осы рецептпен сіздермен бөлісемін. Мінекей бізде осылай керемет болып шығады. Тұздалған кимчи салатын бірге жасаймыз. Алдымен менің арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы, оңай рецепттерді таба аласыздар. Бізге осындай корейский капуста қажет болады. Осылай түп жағын қиып алып тастаймыз. Және де 4 бөлікке бөліп аламыз. Ортасынан ашып, осылай тағы да бір бөлеміз. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай бөліп алдық. Ал енді салқын суымызға осылай 1 пиала тұзды қосамын. Суымыз міндетті түрде салқын болу қажет. Мұздай суымызға тұзды араластырып аламыз. Осындай ыдысқа тұздайтын боламын. Осындай пластмас шелектерге тұздаған өте дұрыс болады. Барлығын осылай жайғастырып аламыз. Ішіне дұрыстап салып аламыз. Және де суымызды осылай тұзы ергенше тағы да араластырып жібереміз. Ал енді үстінен салқын суымызды құямыз. Бізде капустамыз батып тұратындай етіп, суымызды құюымыз қажет. Кішкене ыдыспен осылай жабамыз. Үстінен бір ауырлау затпен бастырып қоямыз. Мен осындай кішкентай шелекті үстіне қойып қойдым. 2-3 күнге тұздауға қойып қоямыз. Салқын жерге, күн түспейтін жерге осылай жауып қоясыздар. 3-ші күні алып мен жасадым. Бізге тағы да енді арасына жағуға осылай ащы бұрыш, сарымсақ және де қызыл тәтті бұрыш қажет болады. Барлығын мясорубкадан немесе осылай блендердің көмегімен майдалап аламыз. Дайындап алған заттарымызды осылай кішкене пышақтарымызбен майдалаймыз. Осылай турап аламыз. Ал енді тәтті қызыл бұрыштарды саламыз. Өзіңізге ыңғайлы үйде бар затпен майдалап аласыздар. Осылай кішкене етіп турап алдым. Келесі кезекте осы ащы бұрыштарды түп жағын алып тастап қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ащы бұрышты азайтуға немесе көбейтуге болады. Өз талғамыңызға қарай қосасыздар. Осылай барлығын салып алдым. Ал енді блендермен майдалап аламыз. 2-3 күндей осылай тұзды суда тұрған корейский капустамызды әр қабатынан ашып, осы дайындап алған соусымызды, аштымызды осылай жағып аламыз. Әр қатарына жағамыз осылай. Қолымызға міндетті түрде қолғап киеміз. Осылайынан барлығына әр қатарына жағып аламыз.
Ал енді келесілерінде дәл осылай жасаймыз. Сыртқы жақтарына да осылай бір жағып аласыздар. Мінекей осылай дайындап алдық. Өте керемет, тәбет ашар, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында жасалған өте дәмді шығады. Және де сенімді. Ал енді өзіңізге ыңғайлы осылай ыдыстарға бөліп, салқын жерге қойып қойсаңыздар болады. Осылай кішілеп контейнерлерге салып қойдым. Неке бізде осылай шығады. Құрғап кетпес үшін салқын суға тұзды араластырып, соған араластырып құйып қоясыздар. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.